Сәлем достар, сіздермен бірге Казмет. Бүгін біз шеміршек тіні жайында сөз қозғайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Шеміршек тіндері дәнекер тіндерінің жоғарғы маманданған тобын құрайды. Олар ауа тасымалдау жолдары мүшелерінің, құлақ жарғағының, буындардың, омыртқа аралық дискілердің құрамына кіреді. Іштегі нәресте скелетінің едәуір бөлігін құрайды. Олардың функцияларына тоқталатын болсақ, ең бірінші іштегі нәресте пішінін қалыптастырушы, яғни кейін сүйек тіні дамуына негізі болатын шеміршекті модель құрайды. Екінші, постнатальды кезеңде тіректі қызмет атқарады. Қуысты ағзалар қабырғасының қаттылығын қамтамасыз етеді деп айтамыз. Шеміршек тіндері бізде шеміршек жасушалары, яғни хондропласттар, хондроциттер, хондрокласттар және жасуша аралық затынан тұрады. Шеміршек тіндерінің массасының 70-80% су, 10-15% органикалық заттар, 4-7% минералды заттар құрайды. Хондропласттарға нақты тоқталатын болсақ, олар көбеюге және шеміршектің жасуша аралық затын өндіруге қабілетті жайпақталған жасушалар. Цитоплазмасында жақсы дамыған түйіршікті және түйіршіксіз эндоплазмалық тор Голджи кешені болады. Фибриллярлық нәруыздарды өндіреді және бөліп шығарады. Яғни аксифилді боялатын жасуша аралық зат пайда болады. Осылайша алғашқы шеміршек тіні түзіледі. Шеміршек тінінің әрі қарай дифференциялануы барысында хондропласттар хондроциттерге айналады. Эмбриондық кезеңде олар шеміршек тінінің гистогенезін қамтамасыз етеді. Кемеліне жеткен шеміршек тінінде камбиалды элементтер ретінде қызмет атқарады. Хондроциттерге нақты тоқталатын болсақ, шеміршек тінінің пісіп жетілген синтездік белсенділігі төмендеген жасушалары, олар кемеліне жеткен шеміршек тіні жасушаларының басым бөлігін құрайды. Хондрокласттар, олар шеміршек тінін белсенді бұзатын жасушалар, қалыпты шеміршек тінінде болмайды, тек патологияға ұшыраған жағдайда пайда болады. Мысалға келтіретін болсақ, шеміршек матриксінде минералды тұздар көп мөлшерде жиналған уақытын айта аламыз. Жасуша аралық зат, яғни шеміршек матриксы негізгі аморфты заттар және екінші типті коллаген ақуызынан құралған талшықтардан тұрады. Коллаген талшықтар шеміршек тінінің құрғақ массасының 50-70%-ын құрайды, яғни оған механикалық беріктік береді. Эластикалық талшықтар тек қана эластикалық шеміршек тінінің құрамында болады. Негізгі аморфты зат протеогликандармен және гликопротеиндерден құралған. Эпителий тіні сияқты қан тамырлары болмайды. Протеогликандардың жоғарғы гидрофильділігінің арқасында шеміршек матриксінде су көп мөлшерде жинақталады. Қалыптасқан тіндік сұйықтық арқылы қоректік заттар, оттек, иондар шеміршек қабығының қан тамырларынан диффузия жолымен шеміршек тінінің жасушаларына өтеді. Болжам бойынша қарт адамдардың остеоартроздарының себептерінің бірі шеміршек матриксы протеогликандардың суды байлау қабілеттілігінің төмендеуі. Нәтижесінде буындардың шеміршек тінінің серпімділігі төмендейді. Шеміршек тіндерінің түрлеріне келетін болсақ, ол гиалинді шеміршек тіні, эластикалық және талшықты шеміршек тіні болып 3 топқа бөлінеді екен. Бізде мына суретте нақты көрсетілген, яғни мұнда бізде гиалинді шеміршек тіні, эластинді шеміршек тіні және де мына жерде бізде талшықты шеміршек тіні көрсетілген. Гиалинді шеміршек тіні организмде ең кең таралған түрі. Гиалинді шеміршек тіні мөлдірлігіне және ақшыл көк түсіне байланысты шыны тәрізді деп те аталады. Ересек адамдарда гиалинді тін қабырғалардың төс сүйегіне байланысқан ұштарында, көмекейде, тыныс алу жолдарында, жілік сүйектерінің буындық беттерінде кездеседі. Әртүрлі ағзалардың гиалинді тінінің ұқсастықтары көп болғанымен, олар жасуша аралық заттың құрылысына, жасушалардың орналасуына байланысты ерекшеленеді. Шеміршек қабы 2 қабаттан құралған, сыртқы және ішкі. Сыртқысы құрамында көптеген қан тамырлары бар талшықты дәнекер тінді, ішкісі хондропласттар мен прехондропласттардан құралған жасушалы. Шеміршек қабының астыңғы аралық қабатта ұзын остері шеміршек бетімен бағыттас, ұршық тәрізді жас хондроциттер орналасқан. Төменгі қабаттарында шеміршек жасушалары сопақша немесе дөңгелек пішінді болады. Бұл жасушалар синтетикалық және секреторлық қызметтер нашарлағандықтан, олар бөлінгеннен кейін ажырамай 2-4 хондроциттерден тұратын изогенді топтар түзеді. Кез келген гиалинді шеміршектің территориялық аймағы, яғни матриксы болады. Мұнда екінші типті коллагендік талшықтар мен шеміршек жасушалары бар. Олар изогенді шеміршек жасушаларын қоршап, механикалық қысымнан қорғайды. Коллагендердің құрылымдары арасында протеогликандарды толтырып тұрады. Шеміршектің жасуша аралық затының құрылысында хондронектин ерекше рөл атқарады. Бұл гликопротеин жасушаларды өзара және басқа субстраттармен байланыстырады
Шемішек тінінің тіректік қызметі оның талшықты каркасының ғана емес, гидратация дәрежесі жоғары гидрофилді протеогликандардың болуына да байланысты. Жасуша аралық заттың гидрофилді болуы қоректік заттар мен тұздардың, газдар мен метаболиттердің еркін диффузиясына мүмкіндік береді. Бірақ антигендік қасиеті бар жоғары молекулалы ақуыздар өте алмайды. Шемішектердің барлығының құрылысы бірдей емес. Гиалинді шемішектің буындық беті буын қуысына қараған бетінде шемішек қабының болмауы оның құрылымдық ерекшелігі болып табылады. Буындық шемішек 3 қабаттан тұрады: беткі, аралық және базальды. Беткі қабатында майда, аз маманданған хондроциттер орналасады, ал аралық қабатында хондроциттер ірірек, дөңгелек пішінді болады. Олардың митохондриялары үлкен, түйіршіктің эндоплазмалық торы мен Голджи аппараты жақсы дамыған. Базальды қабат базофилді сызықпен 2 қабатқа бөледі. Екінші қабатында қан тамырлары болады. Хондроциттерге тағы да тоқталып кететін болсақ, шемішек тінінің негізгі жасушалары хондроциттер болып табылады. Жасуша аралық затта ерекше қуыстарда, яғни лакуналарда жеке немесе топ құрап орналасқан. Ортақ қуыста орналасқан жасушалар тобы біртекті, яғни изогенді деп аталынады. Олар бір жасушалардың бөлінуі арқылы түзіледі. Біртекті топтарда хондроциттердің 3 түрінен жатады. Хондроциттердің бірінші түрі ядро мен цитоплазмасының ара қатынасының жоғарылығымен, Голджи кешенінің вакуольдердің жақсы дамуымен, цитоплазмада митохондриялар мен бос рибосомаларының болуымен сипатталады. Бірінші типті хондроциттер жас дамып келе жатқан шемішекте басым болады. Екінші тип. Бұл тип хондроциттері ядро мен цитоплазмасының ара қатынасының төмендеуімен, ДНК өндірілуінің әлсіреуімен, сақталынуымен, гликоза, аминогликандар мен протеогликандардың түзілуін және жасуша аралық затқа бөлінуін қамтамасыз ететін түйіршікті эндоплазмалық тордың және Голджи кешенінің бүкіл компоненттерінің қарқынды дамуымен сипатталады. Үшінші тип. Үшінші типті хондроциттер ядро мен цитоплазманың ара қатынасы ең төмен деңгейімен, түйіршікті эндоплазмалық тордың күшті дамуымен және реттеле орналасуымен сипатталады. Эластинді шеміршек тіндеріне келіп жеттік. Эластинді шеміршек тіні шеміршек пішіні иілген бөліктері бар мүшелерде кездеседі. Құлақ қылқанның, көмейдің, мүйше тәрізді және сына тәрізді шеміршектерін, есту, яғни эвстахи түтіктерінің шеміршектерін құрайды. Түсі сарғыш, гиалинді тін сияқты мөлдір емес. Жалпы құрылысы гиалинді тіннің құрылысына ұқсас. Сырты шеміршек қабымен қапталған, шеміршек жасушалары капсулаларда бір-бірден немесе изогенді топтармен орналасады. Біз мына суреттен эластинді шеміршек тінін нақты байқай аламыз. Яғни, мына жерде бізде хондроциттердің изогенді топтары көрсетілген, ал мұнда бізде эластинді талшықтары көрініп тұрады. Эластинді шеміршек тіндерінің негізгі ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, жасуша аралық затында коллагендік талшықтармен қатар эластинді талшықтардың болуы, яғни 90%-ға дейін. Шеміршек қабында жақын жатқан қабаттардағы эластинді талшықтар үзілісі шеміршек қабына өтеді. Гиалинді шеміршекке қарағанда құрамында липидтер, гликоген мен хондроитин сульфаттар аз болады. Ізбескілену, яғни минералдану процесі болмайды, дегенерацияға, яғни тозуға, азғындауға аз ұшырайды. Арсений мен талқанды боянғанда тармақталған эластикалық талшықтар көрінеді, яғни ол бізге қоңыр түсті береді. Осыны есте сақтаған жөн. Олар шеміршек матриксіне тығыз тор құрып, шеміршек қабығына қоса өрілген. Жасуша аралық затында тінге беріктік беретін коллагенді талшықтар да бар. Мына суреттен нақты орналасу ретін байқай аламыз. Міне, мына жерде бізде хондрогенді жасушалар, олар кейін бізде хондропласттарға ұласқан, хондропласттар бізде дамып хондроциттерге айналған. Енді бізде талшықты шеміршек тіні. Сіңір мен жалғаулардың тығыз талшықты дәнекер тіндерінің гиалиндік шеміршек тініне айналатын жерлерінде орналасады. Құрылысы осы екі тіннің арасында аралық қалыпта болады. Омыртқа аралық дискілерді талшықты тіннің гиалинді тінге ауысатын жерлерінде қозғалысы аз байламдарда кездеседі. Жасуша аралық затында коллаген талшықтары көп және олар жуан будаларға біріккен. Талшықтар арасында капсулалармен қоршалған шеміршек лакуналарының ішінде дөңгелек немесе созылыңқы пішінді хондроциттер тізбектеліп орналасқан. Олар хондроциттердің де және фибропласттардың да қабілеттілігін өз бойына сыйғызған, себебі тек екінші типті коллагенді ғана емес, бірінші типті коллагенді де өндіре алады. Қалың талшықты қанқа қысылған кезде және созылған жағдайда да механикалық жүктерге төзуіне мүмкіндік береді. Талшықты шеміршек тінінің сүйектердің симфизі омыртқа аралық дискілерде құралған. Міне, мына суретте талшықты шеміршек тіні көрсетілген. Бізде мына жерде бір санымен коллагенді талшықтар, екі санымен хондроциттер көрсетілген.
міне мына суретте де хондроциттердің бағанасын, жеке орналасқан хондроциттерді, коллагенді талшықтарды нақты байқай аласыздар. Хондрогенез, яғни шеміршек тінінің гистогенезіне тоқталып кетуді жөн көрдім. Ол эмбриондық және постэмбриондық кезеңде өтеді. Шеміршек тіні эмбриогенезі мезенхимадан 3 кезең арқылы дамиды. Бірінші кезең хондрогенді аралшақтардың қалыптасуы. Мезенхималық жасушалар қарқынды пролиферацияға ұшырап, өсінділерден айырылып дөңгеленеді және бірінші типті коллагенді, гиалурон қышқылын, фибронектинді өндіре бастайды. Фибронектин бізде жасушалардың бір-біріне жабысуына мүмкіндік жасайды. Олар хондрогенді аралшақтарға бірігеді. Бұл кезеңдегі жасушалар шеміршек тіні дифферонның дың және жартылай дың жасушаларына сәйкес. Міне біз мына кестеден, яғни мына екі кестеге назар аударайық. Бұл жерде бізде хондрогенді аралшақтардың қалыптасуының басталуы, яғни мына жерде бізде бөлінуші мезенхимоциттерді көре аламыз, және мына жақта бізде прехондропласттар бар. Яғни бізде бұл жақта қалай митоз жолымен бөлініп жатыр. Біз мына жақта анафазаны көре аламыз. Олар бөлініп анафаза кезеңінде көре аламыз. Екінші кезең бізде біріншілік шеміршек тінінің қалыптасуы, яғни прехондропласттар хондропласттарға дифференцияланады. Осы кезде жасушалардың бетіндегі фибронектин жойылады. Бұл хондрогенездің басталуына түрткі болады. Үшінші кезең бізде шеміршек тінінің дифференциялануы деп айтамыз. Енді адам жасына байланысты өзгерістерге тоқталып кеттік. Организмнің қартаюы жүрген сайын шеміршек тінінде протеогликандардың концентрациясы және онымен байланысты гидрофильділігі азая бастайды. Хондропласттардың және жас хондроциттердің көбею үдерістері әлсірейді. Бұл жасушалар цитоплазмасында Гольджи кешенінің, түйіршікті плазмалық тордың, митохондриялардың көлемі азаяды және ферменттердің белсенділігі төмендейді. Жасуша аралық заттың кейбір жерлерінде кальций тұздарының тұнбасы анықталады. Осының салдарынан шеміршек көмескіленеді, қатаяды және сынғыш болады. Шеміршектің орталық бөліктерінің қоректенуінің бұзылуы нәтижесінде ол жерлерге қан тамырларының еніп, жойылуы жүреді және оның кейіннен сүйектенуіне әкелуі мүмкін. Қалпына келу. Шеміршек тінінің физиологиялық қалпына келуі шеміршек үсті қабығының және шеміршектің аз дифференцияланған жасушаларының есебінен, яғни прехондропласттардың және хондропласттардың көбеюімен саралануы жолымен іске асады. Бірақ бұл үдеріс өте баяу жүреді. Буыннан тыс орналасқан шеміршек тіндерінің жарақаттан кейінгі қалпына келуі шеміршек үсті қабаттың, яғни қабықтың есебінен жүреді. Міне достар, менің ақпаратым аяқталды. Сіздерге жалпы мәліметті түсіндіре алдым деген үміттемін. Ендеше сіздерге іске сәт. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.